بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүгінгі бесін намазындағы тақырып Алла Тағаланың сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның әділдігі деген. Естеріңізде болса, өткен аптадағы сейсенбі күнгі уағызымызда Алла Тағала жұмсақтықты жақсы көреді дегенбіз. Алла Тағала жұмсақты жақсы көреді деген мысалын біз кімнен келтірдік? Әділетті екінші халифа Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхудың оқиғасымен. Қандай еді? Бір отырыспада отырған кездерде сол қолмен тамақ жеп отырған өзінің оң қолының мүгедек екендігін жасырып айтқысы келмей, ақыр соңында ғана Умар ибн Хаттабқа өзінің оң қолының істемейтіндігін айтып, соны білген кездері Умар ибн Хаттабтың басында ол кісі жаңа сырт көрінісіне қарап не істеп еді? Ей бауырым, сол қолмен емес, оң қолмен жеді. Оң қолмен жеу, сол қолмен жеу шайтаннан деп қайта ескерте берді. Әлгі кісі үндемей тұрды. Үшіншісінде барып, менің оң қолым мұт'a деген шайқасында ауыр жарақат келіп істемей қалай тұрған деп айтқан кездері әділетті пайғамбар, әділетті халифа Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бірден сол сәтте жұмсақтық көрсетті. Бұдан не нәрсені көруге болады? Умар ибн Хаттабтың сырт көрінісі қатты дөрекі болып көрінгенмен, бірақ оның әділдікке, яғни халифа болып тұрып, сол кезде халифалықта ең бірінші адам өзінің қол астындағы кез келген адам, басшы болсын, басқа болсын, қарапайым адам болсын, мүгедегі болсын, кемпірі болсын, жасы болсын, баласы болсын, соның бәріне деген әділ қарым-қатынасының көрінісі. Пайғамбарымыз сосын өмірін балалық кезінен бастап дүниеден озған кезеңнің бәрін дұрыстап қарайтын болсақ, барлық кезең әділдік. Имам Бұхарида келетін мынандай бір оқиға бар. Айша радиаллаху анха бірде бір үйінде отырған кезде пайғамбарымыз сосын не істейді? Пайғамбарымыздың әйелдерінің бірі ішіндегі Умму Салама деген кісі болады. Ол кісі не істейді? Өзінің бір ыдысқа белгілі бір балды салып, немесе басқа бір тамақты салып, пайғамбарымыз Айша анамыздың үйінде отырған кезде тамағын салып беріп жібереді. Айша анамыз, өзіңіз ойлаңыз, басқа әйелінен тамақ келіп тұр дейді. Айша анамыз сол жерде, енді әйелдің өзінің қасиеті арланады. Қалай менің үйімде отырады пайғамбар, менің үйімде тамақ жоқ та басқа бір әйелдер әкеліп тамақ береді дейді. Әлгі бір қызметкер бір баламен жүрген кездері бала әкеліп тұрады. Кімнен деген? Умму Саламадан дейді. Айша анамыз әйелдік өзінің қасиетіне сәйкес, бұл жерде оны жаман демеймін, құдай сақтасын. Айшадан жаман деуге тіліміз бармайды. Әйелдің өзінің қызғаншақ қасиетіне салды, әлгі баланың қолынан алады, ұржы береді дейді. Енді ашуланып тұр ғой, нәпсіге қызғаншақтық несі сезімі күшейіп тұр. Алып та қолынан қағып жіберді, әлгі баланың қолындағы ыдыс не істеді? Быт шытты, төгіліп те қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Ай, барып басқа бір күш көрсету немесе салып тартып жіберген жоқ. Пайғамбарымыз сосын күлімсіреді. Күлімсіреп жымиды. Жымиды, айтты, балды жемей-ақ қояйық деді, бірақ ыдысын қайтар деді. Бұл қарапайым ғана кейбір адамдар ойлауы мүмкін, бір мелдіш қой, майда шүйден айтып тұр ғой деп. Жоқ, құдай сақтасын. Майда шүйде емес. Әділдік әрбір адамда негізі ол әрине басшыда, әрбір қоғамның, топтың, небір үлкен адамдар өз семьясында әділ болмаса, басқа жерде әділдік қалмайды. Өз семьясында бір 5 баласы бар дейік, немесе 5 қызы бар. Соның ішінде біреуіне көбірек тамақ беріп, көбірек соны жақсы көріп, басқасын жек көрсе, әлгі баланың жүрегі оны сезіп отырады, әсіресе қыз бала. Пайғамбарымыз сосын ол жерде жаңағы тамақты ойлап тұрған жоқ. Ол біліп тұр, Умму Саламаның пайғамбарымыз қалай қатты жақсы көретінін, жақсы көргендіктен жібергеніне қарап сыйлағанды да онымен мейлі тамақты жемей-ақ қояйын деді, бірақ ыдысты қайтар деді. Яғни біреудің мүлкі исламда, шариғатта, Алланың алдында бірінші орында тұрады. Кез келген адамның дүние мүлкі. Ең бастысы адам, оның өзінің мүлкі бар. Киім ба, мүлкі ма, машинасы ма, басқа бір нәрсесі ма, соның бәрі бірінші орында болған байланысты әділ болу. Осы сияқты оқиғалар, бұранда басқа қаншама бүкіл пайғамбарымыздың өмірін егер қарап оқыған болсаңыз, әрбір сәттерін әділдіктің көріністерін табуға болады. Қазіргі үмметіміздің әлсіздігі сол,
көп жерде не істейміз? Мұсылмандар басқа діндегілермен, дінсіздермен емес, өз арамызда әділдік қыла алмаймыз да. Өз арамызда әділдік қыла алмайтынымыз, қарым-қатынасымызда дұрыс қарым-қатынас ұстанбаймыз. Немесе біреуді көбірек жақсы көреміз, біреуді жек көреміз. Не үшін? Белгілі бір мақсаттар үшін, белгілі бір темалар үшін мүмкін кейбіреулер. Bir бизнес па, басқа ма, әйтеуір сыртқы келбетіне қараймыз ба, немесе әдемі сөйлей ма деген сияқты. Жоқ, шариғатта әділдік бәрімен бірдей болу керек. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дүниеден озған кезде білесіздер, оның сауыты болатын. Дұрық. Сол кімде қалып қойды? Сол Медина қаласында тұратын бір яһудидің үйінде қалып қояды. Неден? Сауы кесегінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи тамақ алған болады да, ақшасы болмай, сауытын бере салады. Пайғамбар дүниеден озса да, әлгі сауыт қалып қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабаларына айтса болады біреуіне, жайлап қана құлағына болсын, бүйтіп айтсын. Менің сауытым бар еді, шығарып берші, шығарып береді. Кез келген сахабаның махаббаты қандай екенін білесіздер. Олар жаңа, я Расулалла, мен сен үшін, менің өзім де, өмірім де, әке шешем де сен үшін құрбан болсын деп қатты жақсы көретін. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи бірдеуін айтпады да. Ол менің жеке өз басымның проблемам ғой. Немесе оны басқа үмметіме, сахабаларыма қиыншылық келмейінше деп ешқайсысын айтпады. Тіпті кейбір жақ Құдай сақтасын, діннен безген, діннен безбесе де шариғаттан безген, шариғаттың ішінде 73 ағымдардың айтылады ғой, пайғамбар хадисінде айтылған. Сол бір дінде қатты кеткен, өте қатыгездікке барған бауырларымыз, ой, яһуди деген кім, ол анау ғой, мынау ғой деп істеп жүретін шығар, ауызбилля. Бірақ пайғамбарымыз оны істемеді. Үмметіне де істемеу керек екендігін өзінің өміріменен көрсетті. Өміріменен, тұрмысымен, жүріс-тұрысымен, әйел бала-шағасымен, жауларымен, кәпірлеріменен, кез келген тіпті үлкен патшалармен қарым-қатынасында әділдіктің барлық жағын көрсетті. Оны тек көбіміз дұрыстап оқысақ, дұрыстап оқи отырып, дұрыстап ой жүгіртсек, тек қана бір жақты қарамау керекпіз. Егер бір жақты қарап қараймыз, қырсық жаңа машиналар бар, ланжероны қисеп қойған бір жаққа кете береді. Сол сияқты немесе бір мойны қисеп қойған бұқалар сияқты аварияға түседі. Жоқ. Онда шариғатты жан-жағынан қарау керек, кең көзде қарау. Шариғатты тар рамкада қарайтын болсақ, өзіміз апарамыз бір тупикке апарып тығамыз, сол тупиктен шыға алмай қаламыз. Тупиктен шыға алмағанымыздың себебі сол, қазіргі кезде мұсылмандардың көп жерде әлсіздігі сол, тупиктерге тұйық жерге келеді, кіріп қалады да, тұрады, қақиып, не істеріміз. Артқа да ход жоқ, қаптаға да, оңға да. Шариғат өте кең, ол бір түпсіз терең мұхит. Оны барлығымыз дұрыстап біле білсек, дұрыстап көре білсек, кез келген хадистен, кез келген аяттан әділдіктің көрінісін, әділдіктің қалай болатындығын, әділдіктің қалай іске асатындығын көре аламыз. Сол себепті құрметті жамағат, Аллах тағала біздерге сана берсін, сана бергенде де ақиқатты көретін, ақиқатқа еретін ақыл берсін дейміз. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa li wa li'ammatil muslimin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.